Ассалаумағалейкум, қалайсыздар достар? Бүгінгі видеода қарастыратын тақырыбымыз бұл брейкер блок. Қазір мен сіздерге оның қалай жұмыс жасайтынын және қалай қалыптасатынын айтып беретін болам. Сонымен қоса имбаланс пен брейкер блок қосылған кезде қалыптасатын юникорн модель туралы да қысқаша айтып өтетін болам. Ендеше видеомызды бастайық. Бірінші брейкер блоктың қалай қалыптасатынын айтып өтейін. Жалпы бізде брейкер блок ол бірнеше шамнан тұратын комбинация, яғни баға трендті, яғни бағытын өзгерген тұста қалыптасады деп айтсақ та болады. Енді мен сіздерге бычий брейкер блоктың қалай қалыптасатынын көрсетейін. Бізге бычий брейкер блоктың қалыптасуы үшін 4 нүкте қажет болады. Оның біріншісі бізде ол лоу нүктесі, яғни төменгі нүкте қалыптасуы керек. Және келесі қалыптасуы керек нүкте ол high. Мінекей бізде максимум, яғни ең биік нүкте қалыптасты. Және келесі қалыптасуы керек нүкте ол lower low. Неге? Себебі ол дәл осы минимумнан төмен орналасқан. Бұл жерде бізде медвежий трендтің структурасын көруге болады. Яғни төмендеп бара жатқан трендтің структурасы қалыптасып жатыр. Және келесі бізде lower low нүктесі қалыптасты. Егер тренд жалғасатын болса, онда бізде lower high қалыптасу керек, солай кете беру керек. Бірақ өкінішке орай бізде тренд жалғаспады, керісінше бағытты өзгерткен болады. Яғни бізде баға төмендеп бара жатқан трендтен жоғары бағытқа қарай бұрылыс жасағанын көріп отырмыз. Және осы low және high нүктелерінің арасында бұрын медвежий ордер блок болған бычий свечаны біз брейкер блок зонасы ретінде аламыз. Және баға дәл осы зонаға келіп, ретест жасап, ары қарай сол бағытты жалғастырған болатын. Бычий имбаланс қалай қалыптасады? Жаңа айтып өткеніміздей, бізде бірінші лоу нүктесі қалыптасу керек дедім. Әзірге ондай жағдай жоқ. Егер осы жерден тренд өзгеретін болса, бізге ең бірінші лоу нүктесі қалыптасуы қажет. Графикті жылыстамыз әрі. Мінекей лоу нүктесі қалыптасты, яғни свинг лоу пайда болған болатын мына жерде, 3 свечадан қалыптасады. Осы аймақты біз лоу нүктесі ретінде аламыз. Ары қарай бізге қалыптасу керек нүкте ол high. Мінекей мына жерде high нүктесі қалыптасты. Енді келесі қалыптасу керек нүкте ол мына минимумды жаңарту керек, яғни lower low нүктесін қалыптастыру қажет. Мінекей мына жерде lower low пайда болған болатын. Мінекей мына максимумнан асып higher high нүктесін жасағандай болды, бірақ біздің жағдайымызда біз бұл жерде higher high деп әзірге есептемейміз, себебі бізге мына сызықтан, яғни дәл осы максимумнан акреп жасаған керек. Яғни денесімен жабылу керек осы линиядан асып барып. Ал біздің жағдайымызда бұл ондай болған жоқ. Біз бұны жай ғана стоптар жинау, яғни индусмент немесе жай ғана сейф деп айтсақ болады. Сонымен қатар астыңғы жаққа назар аударатын болсақ, мына жақтан біз равный минимумдарды көріп тұрық. Егер дәл осы жерден брейкер блок зонасын белгілейтін болсақ, мына low нүктесі мен high нүктесінің арасындағы ең соңғы медвежий свечаны белгілейміз. Мінекей. Егер біз осы жерден позицияға кіретін болсақ, стоп-лоссымыз осы минимумда, таргетіміз дәл осы buy side ликвидностінде болады. Мінекей бізде баға стоп-лоссымызбен жапқан болатын, стоп-лоссымызға тиіп. Неге? Оның себебін жаңа айтып өттім. Бізде астыңғы жақта бірдей деңгейде орналасқан минимумдар бар деп. Сол себепті баға төменгі жақтағы ликвидностьтермен жұмыс жасау мақсатында осы брейкер блоктан реакция бермей төменге қарай кетіп бара жатыр. Мінекей бізде баға ликвидностьті шешкен болатын. Енді біз осы ликвидностьті тазартқаннан кейін жаңа бычий брейкер блок зонасын іздесек болады.
low нүктесі қалыптасты. Ендігі қалыптасу керек нүкте ол жоғары жақта high нүктесі. Мінекей, high нүктесі қалыптасты. Ендігі қалыптасу керек нүкте ол lower low. Мінекей, жаңа бізде swing қалыптасты, swing, және осы жерді lower low деп белгілейміз. Мінекей, higher high нүктесі қалыптасты. Енді бізге брейкер блок зонасын табу ғана қалды. Жаңа айтып өткенімізде бычий брейкер блокты біз low және high деңгейлерінің ортасынан іздейміз деген болатынбыз. Ішінен біздің жағдайымызда бұл дәл осы зона бізде бычий брейкер блок болып саналады. Егер позиция кіретін болсақ, осы зонаның ең биік деңгейін немесе 50%-ын қолдануға әбден болады. Ал цель ретінде біз манаға алынбаған осы buy side ликвидностін таңдаймыз. Келесі, медвежий ордер блок қалай қалыптасады? Ол да дәл сол сияқты, тек екеуінің арасында сәл ғана айырмашылықтар бар. Біздің мысалымызда қазір тренд жоғарылап бара жатыр, және ең негізгі нүктені қалыптастырды, бұл high, яғни максимум. Келесі қалыптасу керек нүкте ол low. Мінекей, low нүктесі қалыптасты. Ары қарай үшіншісі ол higher high. Себебі мына максимум жаңартқаннан кейін бізде жаңа биік максимум қалыптасады. Көріп отырғандарыңыздай бізде бычий, яғни жоғарылап бара жатқан трендтің структурасы жалғасып жатқанын көріп тұрмыз. Келесі қалыптасу керек нүкте ол бізде негізі higher low болу керек, бірақ өкінішке орай бізде баға дәл осы зонаға еш реакция білдірмей төменге қарай осы ең төменгі нүктені бұзып өткен болатын. Бұл бізге трендтің жоғарылап бара жатқан, яғни бычий трендтен төмендеп бара жатқан медвежий трендке ауысқанын көрсетеді. Енді біз медвежий брейкер блокты қалай табамыз, қалай іздейміз? Жаңа айтып өткеніміздей, бұл жол керісінше, яғни ең биік high нүктесінен ең төменгі low нүктесінің аралығында бұрын бычий ордер блок болған, яғни мына свечадан асып барып баға бычий ордер блокты қалыптастырған бұрын. Енді қазір медвежий брейкер блок болып саналады. Және кейін баға осы зонаға келіп тест жасап, ары қарай өзінің бағытын, жаңа бағытын жалғастырған болатын. Медвежий имбаланс қалай қалыптасады? Енді соған назар аударайық. Бізге ең бірінші керек нүкте ол high нүктесі. Міне мына жерде high нүктесі қалыптасқан болатын. Осыны белгілеп қоямыз. Келесі қалыптасу керек нүкте ол low болатын. Міне low нүктесі қалыптасты. Бұл максимум жаңарды, бірақ әзірге higher high нүктесі қалыптаспады. Міне мына жерде higher high нүктесі қалыптасқан болатын. Мінекей бізде мына минимумды баға жаңартты. Енді ары қарай lower low нүктесінің қалыптасқанын күтеміз. Мінекей қалыптасты. Енді жаңа айтып өткеніміздей брейкер блок зонасын іздейтін боламыз. High және low нүктелерінің арасындағы соңғы медвежий свечаны брейкер блок ретінде қолданамыз. Соңғы баға өсер кезінде, мына максимум жаңартар кезіндегі аймақ. Және дәл осы аймақтан шорт позицияға кіреміз. Ордерімізді брейкер блоктың 50%-на қойсақ болады. Таргетімізді дәл осы sell side ликвидностіне орналастырамыз. Бұл жерде жұмыс жасаған жоқ. Енді біз графикті сәл жылжытып, сол жағымызға назар аударатын болсақ, дәл манаға жағдай қайталанып тұр. Яғни екі бірдей алынбаған, оңай алынатын ликвидностьтерді көруге болады. Нарықта маркетмейкерлер осылай әдейі трейдерларды позицияға кіргізу үшін осындай жалған структураның бұзылыстарын жасайды. Сондықтан осындай айлаларға түсіп қалмас үшін манипуляцияларға міндетті түрде
ликвидностьтердің шешілгеніне көз жеткізуіміз қажет. Онда бізде ең бірінші хай нүктесі қалыптасты. Ары қарай екінші қалыптасу керек нүкте ол мінекей лоу нүктесі пайда болды. Ары қарай хайр хай қалыптасты. Ең биік нүкте. Келесі енді бағаның жасау керек. Осы линиядан асып барып жабылуы қажет. Ары қарай бізде баға пробой жасады. Және мына аймақта lower low нүктесін қалыптастырған болатын. Енді бізге керек нәрсе ол брейкер блок зонасын іздеуіміз қажет. Манаға хай нүктесі мен low нүктесінің арасындағы бұрын ордер блок болған зонаны іздейміз. Біздің мысалымызда ол ордер блок бұрын осы жерде болған. Яғни бірнеше төмен жабылған свитчерлардың ашылу бағасынан асып барып жабылған болатын. Осы бізде ордер блок зонасы болған еді. Сондықтан осы жерде біз брейкер блок деп аламыз. Немесе мына ең соңғы свитчаға түсірсеңіз болады. Яғни бұл зонаны кішірейту мақсатында. Бірақ оны олай жасаған еш мәнісі жоқ. Бәрібірде сіз стоп-лоссты дәл осы максимумға орналастырасыз. Себебі көп жағдайда трейдерлар дәл осы жерде алады да стоп-лоссын осы зонаға немесе осыдан сәл асырып қояды. Сондай жағдайларда баға келіп стоп-лоссын алып, содан кейін барып төменге қарай кететін кездер болады. Сондықтан міндетті түрде стоп-лоссымыз мына қорғалған максимумда, ұзақ мерзімді максимумда болуы қажет. Брейкер блоктың 50%-нан кірсек болады. Мына жерде брейкер блок зонасы өте кең. Фибоначчимен сызып қойсаңыздар да болады. 50%. Енді келесі мана айтып өткен юникорн моделіне өтпестен бұрын бізге бір нәрсені түсініп алу керек, ол имбаланс. Имбаланс енді көпшілігіңіз білесіздер, бірақ білмейтін жандарға түсіндіріп өтейін. Бұл жерде бізде екі мысал бар. Біріншісі ол медвежий имбаланс, екіншісі бычий имбаланс. Медвежий имбаланс жалпы бұл үш шамнан қалыптасады. Яғни бірінші, екінші, үшінші. Бірінші шам мен үшінші шамның фитильдері бір-бірімен жанаспайтын болса, сол аралықтағы бос кеңістік имбаланс болып саналады. Баға осы жерге келгеннен кейін біз сататын боламыз. Яғни бұл сондықтан сатушылар жағындағы имбаланс болып саналады. Келесі бізде бұл бычий имбаланс. Яғни бірінші, екінші, үшінші свечадан қалыптасады. Яғни бірінші свеча мен үшінші свечаның фитильдері бір-біріне жанаспаған, сондықтан осы аралықтағы бос кеңістік бізде имбаланс болып саналады. Енді сіздерге осы юникорн моделін түсіндіріп жіберейін. Бұл дегеніміз имбаланс пен брейкер блоктың қосындысы. Яғни брейкер блок пен имбаланс бір-біріне жақын аймақта немесе бір-бірінің зонасында орналасқан болса, онда біз оны юникорн модель деп атаймыз. Бізде жаңа брейкер блок зонасы қалыптасты осы минимумнан асқаннан кейін, және сол брейкер блоктың ішінен немесе сол маңға жақын аймақтан имбаланс зонасын іздейміз. Егер имбаланс зонасы болса, бұны біз юникорн модель деп атаймыз. Сол жерден шортқа кіреміз. Мына жақта дәл солай. Дәл осы екі аралықта соңғы бычий свечаны аламыз, және соның ішінен имбаланс іздейтін боламыз. Мына жағдайда имбаланс бар, және осы жерден позиция сделкаға кіретін боламыз жоғары қарай. Жаңа атап өткен юникорн моделі бойынша қазір сіздерге бір мысалды көрсететін болам. Біз ең бірінші low нүктесі қалыптасты, кейін high нүктесі қалыптасты, lower low нүктесі қалыптасқан болатын. Келесі қозғалыс ол higher high. Мұнда бізде higher high нүктесі қалыптасты. Енді бізге іздеу керек нәрсе ол бірінші брейкер блок зонасын тауып алуымыз қажет. Ол дегеніміз мына аймақтағы бірнеше бұрын медвежий ордер блок болған осы зонаны алуға болады. Мына максимуммен қоса. Мінекей мына зона бізде брейкер блок зонасы. Және екінші табуымыз керек нүкте ол зона, аймақ. Бұл бізде имбаланс. Мінекей бізде бычий имбаланс зонасы қалыптасты. Стопты осы минимумға орналастырамыз. Біріншісі ол брейкер блок зонасынан,
екіншісі имбаланс зонасынан. Бұл жағдайда біз имбаланс зонасына қоямыз, позициямызды 2RR қылып орналастырамыз. Мінекей баға келіп бізге тест жасаған болатын имбаланс зонасына және брейкер блок зонасына ретест жасады. Дәл осылай юникорн моделі қалыптасады. Сіздерге осы видео ұнаған болса, егер сіздерге осы видео ұнаған болса, лайк басыңыздар және астыға пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен қоса біздің каналға жазылып, менің телеграм каналыма да жазылып алуды ұмытпаңыздар, себебі ол жаққа да пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.